Әлемдегі ең асыл мамандық иесі өзгенің бақытын аялап, шәкірттердің санасына білім нар егетін жан ол ұстаз. Бүгін біз өмірдің белестеріне бағындыруға жол сілтеген аяулы жан туралы сыр шертеміз. Ұстаздың әрбір сабағы шәкіртке жол сілтейтін өмірлік бағыт. Олардың төзімі мен еңбегі болашақтың берік іргетасын қалайды. Сондықтан ұстазға деген құрмет ешқашан азаймауы тиіс. Ұстаз білімнің шамшырағы, адам өміріндегі ең маңызды тұлғалардың бірі. Олар шәкірттеріне тек білім беріп қана қоймай, адамгершілікке, тәртіпке тәрбиелейді. Ұстаз еңбегі әрдайым құрметке лайық және бағалы. Мен нөмірі 6 Бөбекжай бақшасының педагог зерттеушісі Бесенова Роза Аманбаевна. Педагог қоғамның рухани тірегі, ұлттың болашағын қалыптастыратын ең маңызды тұлға. Ол тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар шәкіртке адамгершілік, жауапкершілік, еңбекқорлық сияқты асыл қасиеттерді сіңіруші тәлімгер. Педагогтың мәртебесі оның кәсіби біліммен ғана емес, жүрек жылуымен, шәкіртке деген шынайы ықыласымен өлшенеді. Ұстаз еңбегі үздіксіз ізденісті, үлкен сабыр мен төзімділікті талап ететін қасиетті еңбек. Сондықтан педагогқа құрмет көрсету, білімге, болашаққа құрмет көрсету деген сөз. Ұстаз қадірі артқан қоғамда сапалы білім, саналы ұрпақ және жарқын келешек қалыптасады. Сәлеметсіздер ме? Мен Нұргүл Байжұманқызы, Тараз қаласындағы номер 47 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Осы ұстаздық жолда жүргеніне менің 25 жыл болды. Осы уақыт аралығында мұғалімнің мәртебесіне байланысты талай өзгерістерге куәгер болдым. Соның ішінде атап айтатыны қуаныштысы, ол 2019 жылы 27 желтоқсанда қабылданып, 2020 жылы қолданысқа енген педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануы. Бұл заңның негізгі мақсаты педагогтардың қоғамдағы статусын белгілеп, олардың жауапкершілігі мен міндеттерін анықтау. Мұғалімдерді еркінен тыс қоғамдық жұмыстарға тарту тыйылды. Және де ең қуаныштысы, мұғалімдерге кезең-кезеңімен 4 жыл қатарынан еңбек ақылары көтерілді. Бұл да болса қуантарлық жай. Ұлт жанашыры, тіл жанашыры Мағжан Жұмабаевтың «Алты алаштың баласының басы қосылса, төрт тұтастығы» деген сөзі шынымен де іске асады деген сенімдемін. Тараз қаласы номер 14 Жақынай Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Бердімұрат Мадина Итбасарқызы, педагог зерттеуші. Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, ұстаз мектептің жүрегі. Сол жүрек дұрыс соқса, келешек ұрпағымызды білімді, парасатты, салауатты, елін, жерін сүйетін, адамгершілігі мол патриот болатыны анық. Педагог мәртебесін көтерумен қатар, оған құрмет көрсетіп, оның қиын және асыл еңбегін бағалай алмасақ, біз мақсатқа жете алмаймыз. Ендеше қоғамда педагог мәртебесі арта берсін дегім келеді. Мен Құмғабылова Меруерт Жылгелдіқызы, Тараз қаласы нөмірі 6 Бөбекжай бақшасының педагог сарапшысы. Өзімнің болашақ ұрпаққа білім беру саласында қызмет етіп келе жатқанымды әркез мақтанышпен айтып отырамын. Педагог кәсіби ар-намысы мен қадір қасиетін қорғауға негізделген педагог мәртебесі заңының бар екені біз үшін мақтаныш, біз үшін маңызы зор құжат. Заңда педагогтың жағдайын жасауға байланысты әлеуметтік кепілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар, педагог мәртебесі заңында педагогикалық әдеп, педагогтың кәсіби қызметін қамтамасыз ету шарттары мен қызметтегі құқықтары, педагогты кәсіптік даярлау, педагогтың біліктілігін арттыру және қайта даярлау мәселелері жан-жақты қарастырылған. Бәйгеге қосқан тұлпары озып шығып дараланса және оны дүйім жұрт бағаласа, қадірлесе, ұстаздың мерейі үстем болмақ, мәртебесі биік болмақ. Біз ұстазын ұлықтаған, еңбегін ұмытпаған елміз.